Бала кезімде оқуға ынтам жақсы болды дей алмаймын. Ел қатарлы тиіп қашып оқып жүрдім. Оның үстіне әке-шешем қысы-жазы мал бақты да мені нағашы әпкемнің үйіне тұрғызып жіберді. Сол үйде тұрып оқыдым. Олар менің сабақ оқымағаныма да мән бермейтін. Бұл өзі сабаққа құлқы жоқ мен сияқты адамға еркінсуге тіпті де жақсы болды. Не оқу үлгеріміне ата-анамды алаңдаған жоқ. Әпкем ара-тұра үйге менің нашар оқитыным туралы мұғалімдердің ескертулерін айтып барса, әйтеуір мектепті бітірсе болды. Мен секілді мынандай сауыншы болады, азар болса деп, шешем күліп бас бармағын көрсетеді. Мен де, я солай дегендей, іштей анамның осындай көзқарасын ризашылықпен қолдап тұратынмын. Аса қадағалаудың жоқтығынан бекен, әлде өтпелі кезеңдегі мінез өзгерісінен бе, мен әйтеуір өзім қатарлы жігіттермен 8-ші сыныптан бастап дос болдым. Өзімнің сыныбымдағы қыздармен әңгімелесу маған түк қызық емес еді. Өзімнен 5 жас үлкен мектепті бітіріп кеткен көрші Әлимашпен жақсы құрбы болдым. Әлимаштың сыныптастары менің сыныбымдағы жігіттерге қарағанда әлде қайда ересек екенін сезіп, қызығушылығым оянды. Кейін сол Әлимашпен бірге сол үлкен жігіттермен жүре бастадым. 10-шы сынып оқып жүрген кезім еді. Әлимаш, мен үйде жалғыз қалдым. Жаныма қонсыншы деп мені әпкемнен сұрап алып кетті. Оның әке-шешесі көрші ауылға тойға кеткен еді. Үйінде жасы 90-ға таяған кәрі атасы бар. Ол кісінің құлағы естімейді. Үйге кім келіп, кім кетіп жатыр, жұмысы жоқ. Өзі төсектен әрең тұрады. Атаның ұйқыға кеткенін білген соң, біз екеуміз өзіміз жүріп жүрген жігіттермен бірге көшеге шықтық. Бір топ жігіттің ішінде ойнап қалжыңдап келе жатқанбыз. Бір кезде жаңағы топ адам, оның ішінде Әлимашты аяқтарын ілбіп басып, біздің артымызда қалып қалды. Менің жанымда 3 жігіт келе жатыр екен. Мен өзім жігітім деп есептейтін Марланның барына сеніп, еш алаңсыз келе жатқан едім. Бірақ ол мен ойлағандай жігіт емес екен. Мен ауылдың сыртына қарай алып шығып, үшеуі білгендерін істеді. Қой дегенімді тыңдар емес. Соңдарынан тағы да бір топ жігіт келді. Мен бұған дейін ондай ештеңе көрмедім демеймін. Бірақ мынандай сорақы нәрсе болады деп ойламаппын. Киімдерім жыртылған, үсті басым лас, ебіл-дебілім шыққан күйде ауылға келдім. Келсем, Әлимаш менен әлде қайда ертеректе үйге келіп алыпты. Менің төремді көріп шошып кетті. Ертеңіне ауыл іші гулеген сөз. Әке-шешем, туыстарым да өре түре келді. Ақыры ата-анам Марланға, өзің Мадинаға үйленесің, болмаса барлығыңды өмір бойына соттатамыз деп қорқытты. Сөйтіп мен мектепті бітірместен тұрмысқа шығып кеттім. Бірақ екеуміз тұрып кете алмадық. 3 айдан кейін ажырастық. Сонымен не мектепті аяқтай алмай, не некем баянды болмай ақыры қалаға кеттім. Қалада асханада ыдыс жуушы, мейрамханаларда даяшы, қонақ үйде еден жуымшы сияқты біраз жұмыстың басын жалдым. Қонақ үй деген аты бар болғанмен, мұнда бір-бірімен бірге уақыт өткізуге келетіндер көп болатын. Оған қоса келген қонақтармен бірге уақыт өткізетін қыздар өздерін ұсынатын. Мен 1 ай бойы еден жуып, еңбектеніп жүріп 30 мыңды әрең тапсам, мұндағы қыздар мұндай табысты ары кеткенде 1-ақ аптада тауып алатын сияқты. Содан мен де ойлана бастадым. Қонақ үйдегі еден жуушылықты бірте-бірте басқа жұмысқа ауыстырдым. Сөйтіп, менің де табысым жақсара бастады. Киімім, тұрмысым түзелді. Біраз уақыттан соң өзімнен 8 жас үлкен жігітке тұрмысқа шықтым. Ол бірақ менің жеңіл жүрісім туралы мүлде білмейтін. Мен оған қонақ үйде әкімші әйелдің оң қолы екенімді айтып, сендіріп қойған едім.
Бірақ мені оның бірде-бір туысы жақтырған жоқ. Үйдің шаруасын бір кісідей дөңгелетіп істедім. Мынау жеңіл, мынау ауыр деген жоқпын. Бірінен кейін бірін 3 қызды дүниеге әкелдім. Алғаш аяғыма ауырлаған кезде қатты қорықтым. Бірақ мен сондай іспен айналысқаныма қарамастан бақытты отбасы едім. Күйеуіммен десе ішкен асын жерге қоятын. 3 қызымызды да қатты жақсы көрді. Мен отбасы бақытын сезінгеннен кейін өз ісімнен жеркене бастадым. Дұрыстап ем алып жартпайтын болдым ғой, дедім әлгі медбикеге. Енді ол істі мүлдем қоямын деп шештім. Балалардың тәтті қылықтары, күйеуімнің мені аялай қараған жанары, менің өмірде отбасы бақытынан асқан ештеңе жоқ екендігін сезінуіме әсер етті. Бірақ бұл бақытым да ұзаққа бармады. Күйеуім жолдастарымен бірге ішімдік ішіп төбелесіп, арасындағы біреуін оңбай таяққа жығыпты. Бірге болған жолдастарының бәрі бірге істі болса, ұзаққа кететінін ойлап, олар бар кінәні күйеуіме артыпты. Содан ол сотталып кете барды. Сонымен 3 қызды асырау жүгі маған түсті. Қазір бұрынғы енді бармаспын деген жұмысыма қайтадан шықтым. Қазір қонақ үйде емес, саунада жүрмін. Табысым жаман емес. Істеп жүрген ісімді ешкім қолдамаса да, сол табысыммен қыздарымды оқытып, жақсы бір маман болып шығуына жағдай жасасам деймін. Сонда мен сияқты болмас еді. Баяғыда анам мен сияқты қызым сауыншы болады десе, мен қазір қыздарыма мен сияқты болады деп мүлде айтқым, тіпті ойлағым да келмейді. Қазір жасым 40-қа таяды. Біраз уақытта өзімде бұл істі қоятын шығармын. Тек қыздарым менің қандай жұмыс істейтінімді біліп қоймаса екен деймін. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Енді мен не істесем болады?